Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Баттылхан Нұржат. Мен Көмірші орта мектебінің 11 сынып білім алушысымын. Менің жобамның тақырыбы Көмірші ауылының тарихы. Жобамның мақсаты ауылымыздың өзіндік тарихын зерттей отырып, мәдени мұраларды зерттеу, оқушыларды туған елінің тарихын білуге, патриоттылыққа тәрбиелеу. Жобамның міндеті туған ауылының жерін, тарихын, атақты тұлғаларын білу, туған ауылының мұрасын қастерлеп, болашақта туған ауылының жалғастырушы азамат болып дамуына үлес қосу. Көміршім көркем мекенім, сағынып сені кетемін, сағынышымды басуға, асыға саған жетемін деп. Ауылымыздың ақыны Көлбаев Бексұлтан ағамыз жырлағандай, көркіне көз тоймас көркем табиғаты, көк белдері көлбеген Көмірші деген елді мекен бар. Таң ғажайып таулы өлке, тасына қынасы жабысып өскен, қарағай шегені жарысып өскен, қожыр тастарын бұл таймалап күн сүйген күнгейлі мекен. Жалама жартысының бетіне шілтерлі шымылдықтай тартылып, тербеліп аққан арасан бұлағы бар. Желегі жерге жабысқан, терісі желмен алысқан, аспанында шөкімдей бұлт тұрмайтын жер. Ең алғаш 1933 жылы 10-15 жанұялық кішігірім қыстақтарды шоғырландырып бір жерге жинап колхоз орталығын құрады. Сонда қазіргі Еңсаздағы ауылды Көміршіге көшіріп әкеледі. Жоғарғы тау етегіндегі 10 үйді әкеп қосады. Біздің ауыл Кетпен тауының күнгей жағында орналасқан. Шығысында Қошқар Шибут ауылы, батысында Ақтасты Кеген ауылы, ал тура қарсы батыс теріскейінде Лабасы тауының етегінде Саржаз ауылы. Ауылдан төмен қарай 3 шақырым жерде Кеген өзені ағып жатыр. 1933 жылы құрылған колхоз орталығы Калинин атындағы колхоз болып, орталығы Саржаз ауылы болған. Көмірші нөмірі 2 бөлімшесі болып қалды. Көміршінің төңірегінде колхоз 42 қыстауы болды. 2 үлкен сиыр фермасы болған. Сол жылдан бастап Көмірші бөлімшесін Байғұлов Сәрсен деген азамат басқарған. Алғашында 2 көшеден ғана құрылған ауылда қазіргі таңда 5 көше, 1 мектеп үйі, 1 медпункт почта үйі жұмыс жасайды. 150-ге жуық жанұя, 900-ге жуық тұрғындары бар. Орта мектепте жалпы саны 130 оқушы білім алуда. Шағын ғана ауылымыздың ең үлкен ғимараттарына көз салсақ, мектеп үйі 1933 жылы мектеп үйі Көмірші ауылына көшіріліп, қазіргі Мағаз көшесінің бойына орналастырған. Қарт ұстаз, еңбек ардагері Нұрмұхамбетов Тұрысбектің айтуы бойынша 1933-34 жылдары Көміршідегі бастауыш мектепте жалпы саны 35 бала оқыған. Кейінірек 1976-79 жылдары мектеп директоры болып Ниязова Клара қызмет істеп, мұғалімдердің саны 32-ге, оқушы саны 200-250 аралығында болған. Қазіргі таңда мектеп директоры Ергенбаева Бағила Қалмақбайқызы тағайындалып, оқушы саны 130-ға, мұғалім саны 28-ге жеткен. Былтырғы жылы ауылымызда жаңа медпункт салынып, қазіргі таңда халыққа қызмет істеуде. Және де дәл сол жылы ауылымыздың азаматы Үстемгенов Қайрат аға өзінің қаражатына ауылымызға елге пайдалы хатымхана салып берген болатын. Қорытындылай келе, жерін көрсең, неткен асыл дара дерсін, сенбеген жан өз көзімен келіп көрсін. Көміршімдей ашық жарқын ауыл іші бақыт байлық берекеге тола берсін деп, өзімнің ауылымның шағын ғана тарихы мен үлкен табиғатының арқасында осындай зерттеу жұмысын жүргізіп отырғаныма қуанамын. Мен өз ауылымның табиғатын және тарихын мақтан етемін және жақсы көремін.